Баршаңызға сәлем. Эскимо тортын дайындайтын боламыз. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Менде тоңазытқышта 2 сағат қана тұрды. Одан да көп сағатқа қалдырсаңыздар, өте нәзік болып шығады. Ең алдымен біз бисквитін дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ақуызды алып, қанттың 1/3 бөлігін, яғни жартысынан көбісін осы ақуызға салып, ағарып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Сарыуызды миксерлеп, қалған қанттың бөлігін салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне суымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Енді екі массаны біріктіреміз, жақсылап араластырып, құрғақ массаларымызды дайындаймыз. Оның үстіне қопсытқыш, какао салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды сала отыра біркелкі қамыр жасаймыз. Осындай сұйық масса шығуы қажет. Мен 22 сантиметрлік кальцоны пайдаландым. Осылай фольгамен астын бекітіп, массамызды құямыз. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, сүт қосамыз, және де сгущенка қосып араластырып аламыз. Үстіне 3 ас қасық ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырып, баяу отқа қойып, қоюланғанша араластырып тұрамыз. Ұмытып кетпеңіздер, асты күйіп кетуі мүмкін. Мен кішкене күйдіріп алдым, бірақ ештеңе етпейді. Сіздер күйдірмеуге тырысыңыздар. Креміңіз тез суысын десеңіз, осындай бөлек ыдысқа, кең ыдысқа салып қойыңыздар. Біздің бисквитіміз өте керемет болып пісіп шықты, жақсы көтерілді. Жақсылап суытып, формамыздан босатып, 3 бөлікке бөлетін боламыз. Суыған кремімізді алып, үстіне сарымайымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Сарымай бөлме температурасында болуы қажет. Креміміз дайын.
Тортымызды жинаймыз. Мен кальцонның көмегімен жинаймын. Шеттері түзу, біркелкі болып шығады. Тортымызды жинап болған соң тоңазытқышқа қойып қоямыз. Крем кішкене сіңу қажет. Оған дейін біз глазурын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, қант, какао және де сары май қажет болады. Жақсылап араластырып, баяу отқа қойып қоямыз. Барлығы біркелкі болып, майы еру қажет. Және кішкене қойып қоямыз. Біздің глазур кішкене қоюлануы қажет. Тортымызды алып, формасынан босатамыз. Шеттерін кішкене түзулеп шығамыз кремдерін. Дайын болған глазурымызды торттың бетіне барлығын құйып, жан-жағына, барлық жеріне жағып шығамыз. Дайын болған тортымызды 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Өте әдемі болып, кремі сіңіп, жұп-жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаларыңызға ас болсын.